Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Ізтілеуова Айдананың ұрланған тағдыр атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Алаңсыз балалық шақ өтіп жатты. Үйдің үлкені Гүлзада қыздың артынан ерген екі інісі бар. Әкесі мектепте ұстаз, анасы Малика банкте есепші болып жұмыс жасайды. Гүлзада үйдің үлкені әрі жалғыз қыз болғандықтан, анасы Малика қатты өбектеп, еркелететін. Гүлзаданың әжесі мен атасы ауылда тұратын. Анда-санда соғып кетеді. Малика анасының мінезі баршылық. Келген қонақтарды жақтырмай, қабақпен қарсы алатыны бар. Сол себепті бұл үйге туыс-туғандар сирек келетін еді. Үйдегі билікті анасы басқаратын. Жастайынан анасынан рұқсат сұрап өскен Гүлзада өсе келе өз ойын ашық айта алмайтын. Тіпті үстіне киетін киімін де анасынан сұрайтын. Анасына әбден тәуелді. Еш уақытта өз ойы, қалауы болмады. Мектеп бітірген бойда оқуды да анасы таңдауымен өз қаламаған оқуға түсті. Уақытты сырғып өтіп жатты. Гүлзада оқуын оқып алаңсыз жүрген еді. Бірде жатақханада қыздың туған күні болды. Сол туған күнде Мұрат есімді жігітпен танысқан. Мұраттың отбасы қарапайым жандар. Гүлзада оқып жатқан қалада жұмыс істеуге барған еді. Таныс жолдастары кездесіп, осы туған күнге келуге себепші болды. Қыздардың ішінен қара торының әдемісі, әрі биязы көрінген, киген киімі де жабық, Гүлзадаға көзі түскен еді. Басқа қыздар әдеттегідей қысқа көйлек, кейбірі алды ашық көйлек киген болатын. Гүлзада сол туған күнге әзер барғанда, еш уақытта бетіне бояу жақпайтын. Сол кеште қыздар шулап жүріп бетіне бояу жағып әрлеген еді. Сүйкімді боп шыға келгені, қайта-қайта биге шақырған жігіт ақырындап Гүлзадамен танысып алды. Қызға да жігіттің сыпайылығы мен сыйластығы ұнаған еді. Ертеңіне қолында бір тал розасы бар Мұрат жатақхананың алдында Гүлзаданы күтіп алды. Сыпайы жігіттің әрбір ісіне іштей ғашық болған Гүлзада алғаш рет анасының рұқсатынсыз жігітпен дос ретінде араласа бастады. Екі дос жиі кездесіп, бір-біріне сезімдері жайлы айта бастады. Арада уақыт өтіп, қыз бен жігіт ретінде жүре бастаған екі ғашық бір-бірінің сырын ұққандай тезірек үйлі болуға шешім қабылдады. Гүлзаданың соңғы курсы қалған. Демалысқа келген қызының көңіл күйі басқаша екенін сезген анасы кешке оңашада барлық мән-жайға қанық болды. Қызының тұрмыс құруға шешім қабылдағаны анасының ашуына тиді. Сен қыздың есің дұрыс па? Мен сені басқа қалаға жігітпен жүрсін деп емес, оқу оқысын деп жібердім. Енді ол жігітті ұмыт, әйтпесе, одан басқа жанын жаралайтын ауыр сөздерді анасы ашумен айтып тастады. Жастығын құшақтап жылаған Гүлзада анасының тілегін орындаған болды. Десе де ғашығын ұмыту қиын еді. Оқу басталып қалаға келген бойда Мұрат күтіп алды. Екі ғашық саябақта ұзақ сырласып, Гүлзада тағы да анасының батасын алмай, сол күні Мұраттың қолынан ұстап келіндік өмірге қадам басты. Гүлзаданың анасы ашуға мініп келген кісілерді қуып шықты. Қызын енді көрмейтіндей болған еді, бірақ туыс-туғандары басу айтып, тойға амалсыздан барып ол күнде артқа қалды. Бәрі ойдағыдай бақытты өмір кешіп жатқандағы анасы Гүлзадаға звондап өміріне араласа бастады. Қызы да бұрынғыдай анасына ешқандай сырын жасырмай, отбасындағы күйеуінің араларындағы анау-мынау нәрселерді айта бастады. Тойдың қарызынан әлі де құтыла алмай жүрген Мұрат екі жұмыс жасап жүрсе де, келіншегіне мерекеде сыйлық алуға ақшасы жетпей қалатын. Сондай сәтте Гүлзаданың анасы күйеу баласы Мұратқа звондап, сен қызымның жағдайын жасай алмайтын болсан, несіне еркек боп жүрсің, деген сияқты намысына тиетін сөздерді айтатын. Екі ортаға әңгіме тасыған Гүлзаданың махаббатпен құрған жанұясы бірте-бірте сөгіліп, соңы ажырасумен аяқталды. Бала кезден анасының ықпалымен ғана шешім қабылдауға үйренген қыз, келін болғанда да сол әдетін қоймады. Не болса соны енесімен емес анасымен ақылдасатын. Енесі де Мұратта біраз ескерткен, бірақ Гүлзада бұл әдетін қоя алмады. Анасы Малика күн сайын қызына хабарласып,
өзіңді еш уақытта енеңнің, күйеуіңнің алдында басындырма. Сол үйдің ендігі басқарушысы сенсің, деген секілді ақылын айтып, қызының жанұясын бұзуға атсалысты. Қит етсе, күйеу баласына хабарласып, намысына тиетін сөздерді жиі айтуды әдетке айналдырған. Шыдамның да шегі бар, сыйластықтың да жөні бар, демекші Мұраттың шыдамы таусылып, Гүлзаданың бетінен салып қалған болатын. Онда да Гүлзада тіліне ие болмай, ашудан Мұрат алғаш рет қол көтерді. Бұл жағдайды естіген анасы Малика құстай ұшып, айқай шығарып қызын алып кетті. Үйіне келген қызына: «Мұратпен ажырас, бір рет қол көтерген еркек тағы да ұрмайтынына кім кепіл? Мен саған айттым, үйленбей тыныш жүргеніңде, менің айтқанымды қылғаныңда, анау құрбымның ұлымен жарастыратын едім. Ішкенің алдында кигенің қымбат киімдер, қайдағы сорлыға барып сорың қайнады». Арада бір апта өткен соң Мұрат анасымен келген еді. Анасы Малика панданы үйіне кіргізбей қойды. Гүлзада іштей күйеуін кешірген, бірақ анасының ықпалымен әлі де үйленгендеріне 1 жыл болмай жатып, өз шаңырағын отын өшірді. Соңғы курсы қалған оқуына барып жүрді. Дипломын қорғау үшін сабаққа дайындалған сияқты болды. Бірақ ойынан сол алғашқы махаббаты, күйеу Мұрат кетер емес. Мұрат бірнеше рет Гүлзаданың үйіне келгенде, анасы аузына келген сөздерді айтып, кіргізбей қойған. Намыстанған жігіт одан кейін аяқ баспай, басқа жанға үйленіп алғанын естігенде, Гүлзаданың іші алай-дүлей болды. Шыдай алмай Мұратқа хабарласып: Мен сені әлі де сүйемін, кешірші мені. Мұрат: өткен күн өтті, енді бәрі кеш, енді мен мазамды алма, телефонын өшіре салды. Арада айлар өтіп, Гүлзада дипломын қолына ұстады. Анасы таныстары арқылы өзінің қасына жұмысқа орналастырды. Гүлзада өзін еш уақытта кешпеді. Түнін жылаумен өткізетін қызына анасы біраз ұрсып, жөнге салып алатын. Жұмысы да ештеңені ұмыттыра алмады. Әйтеуір күн мен түн әзер өткізіп жүрді. Бар ұятын жиып қойып, Мұратқа хабарламалар жіберетінді де шығарды. Бірақ бұрынғы күйеуі Гүлзадаға бақыт тілеп, номерін ауыстырып жібереді. Сүйіктісінен мәңгіге айырылғанына шыдамаған Гүлзада өзіне қол жұмсауға бекінді. Анасы қызының жағдайын сырттай бақылап жүрген еді. Қызының өзіне қол жұмсауға дейін баратын ойламаған ана, қызын құшақтап: «Бұлай жасамашы, Мұрат сенің көз жасыңа да тұрмайды. Мен саған одан да жақсы жанды тауып беремін. Сен әлі-ақ бақытты боласың. Жұбатқан түрі жақсы жанды тауып беремін» дегені бай тұратын құрбысының ұлы Жеңіс еді. Жеңіс үйдің жалғызы, 2 рет үйленіп ажырасқан, 2 әйелінен де қыздары бар. Анасы ортаға түсіп: «Ұл тумайтын жалғызымның ұрпағын өрбітпейтін келін керек емес», деп ұлын ажырастырған еді. Десе де Жеңіс 2 әйелі мен балаларына анасынан жасырынып барып жүрді. Байланыстары әлі де үзілмеген. Үй, көлік, басқа да мүліктер анасының атында болғасын, ұлы Жеңіс анасының айтқанын істеуге мәжбүр. Гүлзаданың анасы тезірек іске кірісіп, құрбысы екеуі құдағи атанудың жолына кірісті. Кішігірім туыстары бас қосып, Гүлзада 2 рет тұрмыс құрса, Жеңіс 3 рет әйел алды. 2 жанды бір-біріне мүлде сезімдері жоқ. Екеуі де анасының айтқанымен бас қосып жатыр. Екеуі де төсекте теріс қарап жататын, тіпті мүлде сөйлеспейтін бейтаныс жандар секілді. Гүлзада жұмыс пен үйдің ортасында жүреді. Жұмыста анасының бар сырын айтады. Солай күндер жылжып өтіп жатты. Гүлзада мен Жеңістің араларында ештеңе болмағаны, тіпті бөтен жандар секілді жүргенін көрген енесі келінін ертіп, әдемі ашық көйлектерді үйіп әперді. Оның сұлулық салонына барып, шашын қидырып, бетін әрлеп, әдемі келіншекке айналдырды. Сырттай қарасаңыз, Гүлзаданың еш ойы мен пікірі жоқ. Жаны бар қуыршақ секілді еді. Анасы мен енесінің айтқанынан шықпайтын. Сол күні Жеңіс жолдастарымен аздап ішімдік ішіп үйге келгенде, Гүлзада емес сұлу әйелді көргенде таңдана қалды. Енесі мен анасы балалы болуын керек деп әбден санасына құйған Гүлзада да балалы болға талпынып, иісі жұпар әтірін сеуіп, ер адамды қызықтыратын түнгі қысқа киімін киіп, ішімдік ішкен Жеңісті еріксіз қызықтырды. Десе де Жеңіс тек ішімдік ішкен кезде ғана
Гүлзаданың қасына жататыны болмаса, басқа уақытта бөтен жан сияқты. Сондай сәтте Гүлзаданың өзегін өкініш пен мұңды ойлар басады. Бұрынғы күйеуінің қаншалықты сүйетінін сонда ғана ұғып, жастығын құшақтап жылап алатын. Анасының санасына құйғаны бақыт деген байлық деп ойлағанын бәрі бекер екеніне енді көзі жететіндей. Бұрынғы күйеуі Мұраттың еш байлығы болмаса да, сезім мен адамгершілігін өзі үлкен байлық еді. Жеңістің кең сарайда үйі, көлігі, ақшасы болса да ешқандай сезімі жоқ. Сырт көзге ғана әсем көрінетін уақытша сұлулық. Гүлзаданың анасына да керегі осы еді. Барған жерінде ұялмай айтып жүруге, жиындарға барғанда жалғыз қызымның барған жері бай отбасы деп мақтана сайрайтын. Бір қалыпты өмір сүріп өтіп жатты. Гүлзаданың бойына өзгерістер пайда бола бастады. Тамақтың иісіне жүрегі айнып, ұйқысы қанбайтын болған. Екі құдағи әрі құрбылар бір-бірін сүйіншісін сұрасып, жақсы жаңалыққа қуанып қалды. Екеуінің де тілеулері ұл бала еді. Бірі өз абыройын ойласа, бірі ұрпағын жалғайтын ұл баланың өмірге келуін тіледі. Жалғасы бар. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.